яғни қосу, іске басу, бастау, стартап деген. Іске қосу, бастап кету. Мектеп ұжымы болғандықтан, оқушылар мен ата-аналармен жұмыс істейтін болғандықтан болу керек. Интонация мен дауыстырдағы және құрмет сөздерін қолдану керек. Артық сөздерден аулақ болу керек. Ғалымда шахтерда бас едім, ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, өз алдымнан кетпейді асыл бейне. Бірінші топқа, бірінші мамандық керек, ол қандай мамандық? Суретші. Адам денесін біз электр шамына теңестіріп, шамшырақ ретінде алып отырмыз. Жақсы ұстаз басқалардың жолын жастандыру үшін жанып қалған шырақ сияқты. Яғни бұл ұстаздың денесін біз оқушыларға барлық өздерінің тәлім тәрбие берген барлық өздерінің барлық мынандай жақсы бір сөз бар ғой. Барлық мамандық ұстаздан, ал ұстаздық ол Алладан деген. Құймақты алып отырмыз. Құймақты технологияда пісіреді. Математикада қанша кеткенін санап береміз, пайдасын. Информатикада жүктеп интернетке саламыз. Ал не қосыватқан нелер? Тарихи бізге берілген мамандық, бірінші мамандығы біз бірінші өзіміздің мамандығымызға байланыстырсақ, тарихи күнді яғни мұқата, this thing use and write, яғни оның қалыңдықтары қолданып деген сұрақтарға жауап бере отырып. Түсінді ме? Бірінші топ қай яшықты таңдайсыздар? Әжетайым арғымақты мінгізген, болашағы мықты болсын деп тілеген. Деген асқар тауым еңселі, құлап кетсем, сүйем алар еңселі. Шығыстың күніндей жарқырап, жүрегімге жан бітірер үмітті. Қазақ тілі бірлестігі. Олар әрі еңбек пәнінде, әрі орыс тілі, әрі қазақ тілі, тарихи жағынан зерттейді, химия, биология, география. Осы топқа қатысып отырған біздің барлық мұғалімдер қандай қыздар? Супер! Алтынсарин мектебінің ұстаздары қандай дегенде сіздер биіктен көрінетіндей Алтынсариннің абыройы асқақтай берсін. Еңбектеріне шығармашылық табыстар тілеймін. Қатысқан мұғалімдерге де рахмет. Қатысқан мұғалімдер өзін өзі сыйлайтын мұғалімдер деп ойлаймын. Сендердің өзінен көп нәрсе алуға болады.